Мәдениетті қолдауда қандай іс-шаралар жүргізілді? Ұлттық құндылықтарымыз қалай жаңғыруда? Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы қалай жүзеге асты? Халықаралық мәдени байланыста қандай игі бастамалар жүзеге асырылды? Кино өнерінде қандай тарихи туындылар жарыққа шықты? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Бүгінгі күннің ең маңызды тапсырмасы туып өскен жерінің тарихын, әдет-ғұрпын жақсы білетін, елдің болашағын сеніп тапсыратын ұрпақ тәрбиелеу. Мәдениетті қолдауда қандай іс-шаралар жүргізілді? 1998-2000 жылдарға арналған мемлекеттік мәдениетті қолдау бағдарламасы әзірленіп, еліміздің мәдениеті, өнері тікелей мемлекет тарапынан үлкен қолдауға ие болды. 2000 жыл мәдениет жылы болып жарияланды. Елімізде 48 кәсіби театр, 62 концерттік ұйым, 3530 кітапхана, 154 мемлекеттік мұражай, 8 тарихи мәдени қорық мұражай, 2259 клуб түріндегі мекеме, 42 лунапарк пен саябақ, 4 хайуанаттар паркі бар. Ұлттық құндылықтарымыз қалай жаңғыруда? Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» мақаласы қазақ халқының рухани құндылықтарын қалыпқа түсіру, түгендеу, саралау, заман талабын ескере отырып тура жолға қою және дамытуға арналған бағдарлама. Бұл бағдарламада Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағытын атап өтті. Олар: бірінші, бәсекеге қабілеттілік; екінші, прагматизм; үшінші, ұлттық бірегейлікті сақтау; төртінші, білімнің салтанат құруы; бесінші, Қазақстанның революциялық емес эволюциялық дамуы; алтыншы, сананың ашықтығы. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы қалай жүзеге асты? 2004 жылы 13 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2004-2006 жылдарға арналған мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы туралы жарлығы шықты. Жобаны жүзеге асыру мақсаты қазақстандықтардың қазіргі ұрпағына, ұлы қазақ даласында өмір сүрген және өмір сүріп жатқан халықтың мәдени игілігін сақтау. Бағдарлама аясында 51 ескерткіш қайта жаңғыртылып, ел аумағында 39 қалашық қайта толық зерттелді. Қытайға, Ресейге, Өзбекстанға, Түркияға, Монғолияға, Египетке, Арменияға, Батыс Еуропа елдеріне жасалған ғылыми экспедициялардың арқасында Қазақстан тарихы, этнографиясы, өнері туралы 5000-ға жуық жазбалар мен басылымдар табылды. Халықаралық мәдени байланыста қандай игі бастамалар жүзеге асырылды? Еліміз халықаралық ұйымдармен мәдениет саласындағы ынтымақтастық туралы 49 келісімге қол қойды. Ресейде Қазақстан жылы, Қазақстанда Ресей жылы өткізілді. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер мәдениет министрлігінің кездесулерінің өткізілуі еліміздің мәдени өміріндегі маңызды оқиға саналады. Кино әлемі қандай тарихи туындылармен толықты? Соңғы жылдары қазақ кино өнері қарқынды дамып келеді. Соның ішінде тарихи жанрда түсірілген фильмдер ерекше орын алды. Мысалы, 2003-2005 жылдары Қазақ-Америка кинематографистері бірігіп түсірген көшпенділер тарихи кинофильмі қазақ киносының мәртебесін көтерді. Бұл туынды алғашқы халықаралық ірі жоба болды. Ал танымал режиссер Ақан Сатаев 2011 жылы «Жау жүрек мың бала», 2019 жылы «Тамирис» фильмдерін түсіріп, көрермендердің зор ықыласына ие болды.